Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Бүгінгі рецепт қылмынды жасау. Кейбір жерлерде жұқпа деп те айтады. Қылмындыны жасау өте оңай, көп күшті қажет етпейді. Бастысы бір жасағаннан оң болып шығады. Егер қылмындыны көп жасағыларыңыз келсе, су мөлшерін көп қылып қамыр елесеңіздер болады. Мен орташа етіп жасаймын. Өте көп емес, өте аз емес. Бар болғаны 350 грамм суға тұз салып, қамырды орташа қатқылдықта қамыр елеп, бетінен сұйық май құйып, сеуіп, қайта жақсылап илеуін қандырып, 20 минут, ұзағымен 30 минутқа тындырып қойып қоямын. Бетін пакетпен орап. Қамырымның илеуі қанып тұрамын дегенше, келесі яғни ішіне қосатын салмасына кірісемін. Ол үшін маған өте көп зат керек емес. Бар бақшаңызда не бар, соның барлығын қолдансаңыздар болады. Мен 2 дана қызанақ, 3 дана болгар, пияз, 3 бас, аскөктерден чеснок және өте үлкен емес, орташа сәбіз алдым. Және бұған жегізілген ет қажет болады. Қылмындының өзі 2 түрі болады. Біреуі тәтті, біреуі осылай тамақ түрінде. Тәтті түрінің арасына баламық жасап, баяғы крем сияқты болатын еді ғой, торттардың арасына қосатын заварной крем сияқты. Ондай қосып жасауға да болады. Ол десерт түріне жатады, ал мынау тамақ түріне жатады. Екеуінің де пісіруі, дайындалуы 2 түрлі ұқсайды. Ерекшелігі біреуі тәтті болады. Үйіңізде бар заттардың барлығын осылай бөлек-бөлек турап салсаңыздар болады. Мен бұл жерде аскөктерден тек қана петрушка мен жусай алдым. Жусайдың өзіне тән дәмі, иісі өте керемет болады. Қанша жаз мезгіл, көктем мезгілдерде аскөктерді көп қолданған дұрыс. Ол сіздің ағзаңызға керекті өзінің витаминдерін бөледі. Бетіңізді тұнық, әдемі болуына көмектеседі. Пиязыңыз егер өте ірі болатын болса, ортасынан бір бөліңіздер, ал кішіректеу болса, ортасынан бөлудің қажеті жоқ. Достар, егер сіздер менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Мен сіздермен көптеген рецепттермен бөлісуге асығамын. Сіздердің әрбіріңіздің орындарыңыз мен үшін маңызды. Басқан лайк, жазған комментарийларыңызды міндетті түрде кері байланысқа шығамын. Және ол маған үлкен мотивация сыйлайды. Мінекей барлығын керекті заттарымызды турап дайындап алдық. Ендігі кезек қуыру кезеңі. Табаның бетіне 1 сантиметр қалыңдықта сұйық май құямыз. Өте 1 сантиметр көптік жетсе, етіңіз, яғни салмаларыңызға байланысты майын өте аз қылып қоймаңыздар. Пиязды қызып тұрған табаға салып, өте қып-қызыл болып қатты қуырылып кетпеу керек. Себебі барлығын өте қатты қуырып алсаңыздар, салмаларыңыз тым азайып, басқаша болып, қатты-қатты болып қалуы мүмкін. Еттеріңізді дәл солай. Осылай жегілген ет болғандықтан бұл өте тез піседі. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, әрқайсысын қуырғанда бір ары кетсе 3 минут қана қуырасыздар. Барлығын кезең-кезеңімен мен пиязды 2-ге бөліп саламын. 2-ге бөліп салсаңыздар су қатты шығып кетпейді және етіңіздің жұмсақ, дәмді болып пісуіне де өзінің ықпалын тигізеді. Мінекей пияз барлығын салып қуырып алдым. Арасында қақпағын жауып қуырсаңыздар да болады. Бірінен соң бірі қызанақ, болгар бұрышы және де
чеснок. Егер ащыны қалайтын кісілер болатын болса, осы тұста ащы стручковый перец деп айтамыз ғой, ащы қалампырды. Соныдан бір данасын турап салсаңыздар болады. Мінекей барлығы шамалы ғана өлсе болды. Шамалы майға аунатып аламыз. 2-3 минут сәбізіміз де 3-тен өткеннен кейін оның әлсіз болады, демде пісіп қалады. Міне барлығын 2-3 минуттан аунатып алдық. Дәміне қарай тұз, бұрыш. Егер приправалар ұнайтын болса, дәмдеуіштер, солардан қоссаңыздар да болады. Аскөктерді ең соңында дайын болды деген кезде ғана салсаңыздар болады. Егер ертерек салып қойсаңыздар, аскөктер тез ыбылжып, фарштың арасынан көрінбей қалуы мүмкін. Осылай салып барлығын 2-3 минуттан әр салманы салған сайын араластырып алғаннан соң бетін жауып 10 минут, ұзағымен 15 минутқа төмен алауда қойып қоясыздар. 10 минутта пісіп дайын болады. Салмамыз бұғып дайын боламын дегенше қамырымызға кірісеміз. Қамырымыз илеуі қанған, өте жұмсақтау, барлығын өзіңізге ыңғайлы зуала, яғни кішкентай зуалаларға бөліп аласыздар. Бұның тағы бір екінші әдісі бар. Жеке-жеке жайып отырмаймын десеңіздер, үлкен 2 зуалаға бөліп алып, үлкен қамыр қылып жаясыздар да, соны өздеріңізге ұнаған бөліктерге бөліп аласыздар. Леген тарелканы төсеп, дөңгелек түрінде кесіп алсаңыздар да болады, я болмаса 4 бұрыштарын 3 бұрыш қылып кесіп істей беруге де болады. Мен бұл жерде барлығын жеке-жеке жайып жатырмын. Осылай жақсылап шеңберше, яғни құртқа айналдырып дөңгелетіп аламыз. Ол барлығын айналдырып болам дегенше илеуі қанып, әдемі болып тұрады қамырымыз. Бетін жауып қоюды ұмытпаңыздар, себебі қамырыңыз қайызданып кетуі мүмкін. Және жайылған қамырды мата дастарханға төсеп, бетін жауып қоюды ұмытып кетпеңіздер. Ол өте маңызды. Қайызданып кеткен қамыр жақсы әдемі болып піспейді. Піскенде де бір қатты болып, тіске қатты батып жатады. Қамырды жайған кезінде ұнды мол-молынан қолданбасаңыздар, осылай маған құсап әбіржіп жаюларыңыз мүмкін. Қалыңдығы жұқалау қылып жая беріңіздер. 1,5 мм диаметрінде болады. Қалыңдығы астынан суреті көрініп тұрады. Мінекей, енді пісіру кезеңі. Мен қазанның қақпағын осылай таба орнында қолданамын. Табаңызды жақсылап қыздырып алғаннан соң, ешқандай майдың қажеті жоқ. Қамырды бір-бірлеп салып, қолдың, яғни алақанның көмегімен айналдырып, видеода көріп тұрғандарыңыздай 1-1,5 минут қана пісіреміз. Өте жылдам піседі. Бір беті қызыл-қызыл нүктешелер пайда болғанда, екінші бетке осылай қамырды саламыз. Бірінші кезеңі ғана осылай болады. Айналдырып, осылай дайын салмамызды қасықтың көмегімен орналастырып аламыз. Бірінің үстіне бірін салып пісіре бересіздер, дәл осылай видеодағыдай. Біреу-екеу пісіріп алмаңыздар, жоқ дегенде 10 шақтысын пісіріп, сонан соң ғана қазаннан алуды кеңес беремін. Себебі қылмындының өзі бір-біріне киіліп піскен кезінде дәмді болады. Яғни фаршыңызды да осылай жайғастырып, қамырды бетінен жайғанда майы бір-біріне жұғып, керемет дәмді болады. Бұл тағамның ерекшелігі уақыт талғамайды. Яғни таңертеңгі асқа қолдансаңыз да болады, жесеңіз. Түскі ас, кешкі ас кезінде де тамақтың орнын басады. Бастысы өте-өте тойымды тамақ. Үйіңізге 1,5 қонақтар қыдырып келіп жатса,
осы тағамды ұсынсаңыз, үйе алмай тарта беретін дәмді тіске басар болады. Осы әдіспен барлығын біркелкі пісіріп алғаннан соң, ең соңғы этап бізде аяқтау кезеңі. Оны барлығын осылай пісіріп алғаннан соң, азғантай ғана маргарин я болмаса күйген майды қолдансақ та болады, топленое масло, немесе қандай да бір сливочный масладан көп те керек емес. Азғантай бөлігі болса, кішкене кубиктер, яғни төртбұрышты қылып турап аламыз. Ыңғайлы етіп, жылдам пісірген кезде бұл бізге өте көмек тигізеді. Осылай төртбұрыштың біреуін қызып тұрған табаға тастап жібереміз де, үстінен жеке бір-біреулі қылмындыларды аунатып алып, бүктеп, өзіңізге ұнаған формада жинай бастаймыз. Бұл жерде шамалы шапшаңдық керек. Өте ұзақ қуырудың да қажеті жоқ. Жай ғана майға малып аласыздар. Ары кетсе бір 10-20 секунд қана ұстаймыз. Жасап көріңіздер, достарыңызбен, туыстарыңызбен рецептпен бөлісе кетіңіздер. Комментарий бөліміне өз ойларыңызды жазып, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Гүлдана Сауқымбаева. Ас болсын, достар. Келесі рецепттермен бөліскенше сау болыңыздар.